Оттегі өрттің пайда болуы мен жану процесінің негізгі құрамдас бөліктерінің бірі. Өрттің жүру үшін үш нәрсе қажет. Оны өрт үшбұрышы деп атайды. Жанғыш зат плюс жылу оттегі. Оттегі өрттің қорегі сияқты. Ол болмаса жану болмайды, ал көп болса өрт күшейеді. Сондықтан өрт қауіпсіздігінде оттегінің рөлін түсіну өте маңызды. Бірінші шымызған рисам суды құямыз. Көгілдір түске енеді. Қазір қараңдар балалар. Балауышшамды жағамыз. Бізге сіріңкеде қажет екен балалар. Балалар осы суға пайдаланғанда, осы тәжірибеміз пайдаланғанда балауышшамды үлкендердің көмегімен ғана жүргіземіз. Сендерге ұстауға болмайды, отпен ойнауға болмайды. Және де біздің ес суымызды көзге, ауызға жақындатуға болмайды. Қауіпсіздік ережесін сақтауымыз керек. Тек қана үлкендердің көмегімен ғана істеуіміз керек, балалар. Түсіндіңдер ме? Біздің шамымызға да, яғни жаңағы оттегі қажет екен, балалар. Өшуіне, яғни оттегі қажет екен, міне. Отқа да, яғни балауышшамға да біздің оттегіміз қажет екен, ол болмаса жанбай қалды. Жанып жатыр ма? Біздің от жану үшін да бізге оттегі, яғни ауа қажет екен, шам өшіп қалды ма, бұған оттегі жетіспей қалды, балалар. Балалар, біздің тәжірибені түсіндіңдер ме? Ауасыз бізге тіршілік жоқ екен, балауышшамның өзіне де, яғни оттың өзіне де ауа қажет екен. Жарайсыңдар, балалар.